Абай сөзі қазақтың бойтұмары. Абай сөзі қазақтың бойтұмары. Деп тоққа бөлінді. Демек осы Абайдың әрбір айтқан сөзінен өнеге үлгі ала отырып, біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғасырлық туынды бөлім бойынша, 3-ші бөлім бойынша Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының көркемдік ерекшелігі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау өмір шындығын көрсету, шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Міне біздің бүгінгі негізгі мақсатымыз осы. Бағалау критерийлері көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтайды, кейіпкерлерді даралау арқылы өмір шындығын көрсетеді, шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Біз мақсатқа жұмыс істей отырып, осы бағалау критерийлері бойынша сағат соңында өзіміздің мақсатқа жеткенімізді қалай жұмыс істегеніміз бағалайтын боламыз. Ал эпиграфымен жаңа таныстық. Ендеше ойша жатып алайық. Телефондарымызды аламыз. QR код арқылы қандай тапсырма берілді екен? Осының астында кім жазып тұр? Бейнесін анықтаймыз. Тұлғаны анықтап, бейнесін ашамыз. Жылдам барып аша қойдық. Отцы и дети Николай Петрович алып екеуін салыстырдық. Екеуінің айырмашылығы Құнанбай ол шариғат жолына, яғни діншіл болса және сал-сер мен өнерді жек көрсе, ал Николай Петрович демократиялық көзқараста болды, поэзия жолын таңдап шығармашыл болды. Және де мінездеріне келетін болса, Құнанбай ол салқын қанды тек бағаласа емес, барлығына салқын мінез көрсетсе, ал Николай Петрович болса, ол мінезі өте жұмсақ, баласын қатты жақсы көреді және махаббатын басқалардың алдында еркін көрсете білді. Қарама-қайшы кейіпкерлер, қарама-қайшы кейіпкерлер. Яғни ұқсастықтар ол екеуі де балалар үшін көмек берген, тұлға қылған екі әкенің бейнесі. Және де осы екі роман да сол заманның керемет бір символы болды. Және сол жердегі проблемалардың барлығы сол жерде көрініс тапты. Өте жақсы, керемет. Бұл жерде екеуінің идеясы екі түрлі. Мысалы, бұл жерде бір адамның трагедиясымен бүкіл халық трагедиясы көтерілсе, ал екіншісінде бір баланың трагедиясымен бүкіл жасөспірімдердің трагедиясы көтерілген. Енді осы жердегі екі кейіпкер өте ұқсас. Екеуі де жасөспірім жаста, Абай мен жаңағы Холден дейтін бала. Біреуі арманшыл, біреуі өмірге деген талпынысы жоғары болса, ол Абай. Холденде ол жерде қазіргі жасөспірімдерге сәйкес. Сондықтан Абайды бар қырынан көрсетіп, сол кездегі уақыт аралығын түрлі кейіпкерлермен көрсеткен. Капитанская дочь шығармасында ауқымды уақыт аралығын айтқан, мұны жанр деп те айтуға болады, бірақ жазушының кезінде заманда ол көптеген уақыт бойы повесть ретінде саналған. Тақырып жағынан қозғалатын мәселеге келсек, шығармада ар-ұят, абыройдың сақталуы жайлы айтылған. Және де ұқсастықтары ол екі романда да әкелері қатал болған туралы айтылған. Балалар ер мінезді болған қалаған, және де баланың келісімсіз өздері шешімдерін қабылдаған. Өте жақсы. Жақсы. Өйткені екеуі де роман эпопея сол жағына ұқсас деп таныдық. Біріншіден жанр жағына келсек, екеуі де айтқанымызда роман эпопея, оларды басқа жанрлардан ерекшелейтіні, олар шығарманың ауқымдылығы және оқиғалар мен проблемалардың масштабы ерекшелейді. Шығарма ретінде екеуінің біз көрген бір айырмашылығы бар. Ол Толстой мысалы шығарманы 1863 пен 69 жылдар аралығында, яғни 6 жылда аяқтаған, және ол ендігі әрі мынадай мылжыңды жазбаспын деген, яғни оймен аяқтаған. Оған дәлел оның күнделігінде мынандай жолдар бар. Общество любит меня за такие пустяки, как война и мир деген. Яғни ол әрине тырысты, бірақ шын мәнінде ол өзін қинап жазған. Ал Абай жолына келсек, оны әрине автор Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов соғыс және бейбітшілікке қарағанда Абай жолының тағдыры ауырырақ болды, эпопея көп талқыға түсті. Басты қарауға айтқанымыздай Құнанбайдың образы ілікті. Олар трагедия, драма жоқ деді, таптық тартыс жоқ деді, ешқандай үлгіге сай келмейді деді. Бірақ ескеру керек нәрсе, шығарма 20 жылға созылды жазылуы. Мұхтар Әуезов Абайды ғана емес, өзінде жан-жақты қырдан ашты, және ол Абайдан ұлттық бренд жасағысы келді. Яғни әр ұлттың өзінің бетке ұстар тұлғасы бар. Мысалы, британдарда Шекспир, гректерде Сократ, бізде Мұхтар Әуезов Абай деп санаған болу керек, сондықтан ол Абайды алды. Қайсы сәт сізге не қызықты? Бір ауыз сөзбен айтып, бір штук. Плюс
санаға плюсты айтатын болсақ, топтағы жұмыстар. тек қана бүкіл 4 топты бір ғана шығармаға тоқталмаған, әр түрлі шығармадан алған. Салыстырды, жақсы. Минус Минус жағы. уақыттың тығыздығынан өте аз мәлімет жетті. Жақсы, қызықты, сен үшін не қызықты? Қызықтығы, мысалға біз тек қана абай жолын емес, мұнда сабақтың үстіне басқа да шет шығармашылығын Таныстырдыңыз, өте жақсы жарайсың. Екінші топ. Кері байланысты шығар жасап жіберейік. Плюс минус қызықтар, оған дейін қайсы басқа дайын топтарын қайта береміз. Айым, сендердің топтары не дейді? Кері байланысты топтарын жасай қойып. Жалпы бүгінгі сабақта басқа Плюс минусы қызықты. Жасұлан айтқанмен толықтай келісемін. Мен әрине уақыт жетпеді. Плюсы шығармаларды біз сияқты ауқымды ғана емес, оған тереңірек үңіліп, кейіпкерлерді салыстыруға болады екен. Жақсы, өте жақсы. Тағы алып қосатыңыз бар ма? Кері байланысты жасап. Мен сол келсем, аймен жасұланға өткен уақыт өте аз болды. Көп нәрселер айтылмады. Қызықтысы көптеген шығармалардың қысқаша мазмұнында таныса кеттік. Және салыстыра білдік. Өте жақсы жарайсың. Енді сендер қызыл демейді. Жақсы, бәріңіз бүгін міне кері байланысты сабақта талдау жасап, әлем әдебиетімен салыстырып, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Бәріне үйге тапсырма, Абай жолы роман эпопеясындағы аналар бейнесі тақырыбына ой толғау жазамыз, және сендер айтыңдар, біз үшін уақыт жеткіліксіз болды, ары қарай талдау қажет еді деп. Роман эпопеяны тағы арқалаймыз. Үй жұмысын орындағанда аналар бейнесіне феминизм кіргізейік. Жақсы. Өйткені қозғалатын тақырыптардың бірі, иә. Жақсы, мен оған қарсы емеспін. Жақсы. Бәріңізге рахмет.